Хирургия бөлімінде көп ер адамдардың арасында әйелден жалғыз хирург боп қызмет етіп келе жатқан Жанар Бекенқызы 32 жасқа толды. Ұжымда қалыптасқан дәстүр бойынша туған күні болған адамды әріптестері жинап, ординатор бөлмесінде құттықтайды. Бүгін де солай болды. Жанарға бір шоқ алқызыл гүл ұсынып, ұжымдағылар қысқаша жүрек жар тілектерін айтты. Бұл жол бәрі өзара келісіп алғандай, Жанар жалғыз болмайынды, қасына жұптап, басын екеу болсын дегеннен бастады. Әдетте сөзді бірінші сөйлейтін тәжірибелі бас хирург Әлжаппар Жағыпарович ең соңында сөйлеп сөзді өзі тұйықтады. Жанар Бекенова, менің алдымдағы тілектердің бәріне қосыламын. Әріптестерің өте дұрыс айтып отыр. Сенде бәрі жақсы, қызметің бар. Облыстық аурухананың білдір хирургсың. Қыз бала болсаң да ерлерден артық қызмет етіп келесің. Үйің бар, жайың бар дегендей. Әріптестерің дұрыс айтып отыр. Сен енді бір басынан екеу болған ойлайтын мезгіл жетті. Бүйтіп жүре берсең жүре бересің, уақыт өтіп кетеді. Сен де ана болуың керек. Ұрпақ өсіріп отбасылық бақытты өзгелердей сезінуің керек. Менің тілегім енді келесі туған күнге дейін сенің тұрмыс құруың, жақсы күйеу жігітті қасыңда жүріп ертуің, кішкентайлы болуың, әйелдерге ұқсап декрет демалысқа шығуың. Бұның бәрі де бақыт емес пе? Солай ғой. Бәріміз бүгін Жанарға көңілінде тек жұмысқа емес, отбасын құру жағдайына бөлу керектігін тапсырайықшы я деп жиналғандарға қарап еді. Хирургия бөлімінің 12 қызметкер бірден қосылып бірінші сыныптың оқушылар сияқты, иә, Жанар Бекеновна, бізге той керек, тұрмысқа шығу керек сізге деп қол шапалақтап жіберді. Туған күйі иесі болғандықтан соңғы кезекшілікте болып ауыр операциядан қажығандық па, Жанардың бүгін көңіл күйі жоқ. Сондықтан құттықтаушылардың сөздеріне жылда айтылып жүрген сөздер де көңілде аударған жоқ. Басын изеп сыпайылықпен күлімсірегендей нышан байқатты. Жанар білікті маман, қол жеңіл жақсы хирург. Оны өзі де жақсы біледі. 7 жыл табан аудармай осы хирургия бөлімінде қызмет етіп келеді. Қаншама күрделі операцияларға ассистент болды. Жеке өз қолынан жасағаны қаншама. Соның бәрінде кісі өліміне жол берген емес. Сондықтан болар бөлімнің меңгерушісі, Қазақстанға еңбек сіңірген дәрігер атағы бар бас хирург Әлжаппар Жағыпарович Жағыпаров өзгелерден гөрі білім таразысы жоғары, әрі қайске болса да тиянақты. Жанарды өзіне ең сенімді көмекші етіп қасында ұстайды. Бұл бір. Екінші, өзі жоқта бас хирург есебінде орында қалдырады. Менің білетінім, Жанар Бекенқызы бір айдан бері демалыссыз жұмыс істеп жүр. Бүгін туған күніне менің Жанар Бекенқызына берер сыйлығым осы сенбі жексенбіде қатар 2 күн демалыс беретінді хабарлаймын деді жиналғандарға. Охо, Жанар Бекеновна, сізге өте дұрыс болды. Осы 2 күнде базарға барда өзіңе тура жігіт ізде. Менің бір жезден болған облыстық телеарнаға әдемі диктор қажет болып, сол диктор қызды базарда жүрген қыздардан іздейді екен деді. Аға медбике ажарына әзілдей күліп, Жанарға естен шығып бара жатып, Жанар Бекеновна, алыстан іздеп қайтесің, жүрген жоқпыз ба деп күнде қасында, мен де күйеу бола аламын деп, өзімен бірге қызметтегі Нұрдәулет те жымыңдай қалды. Нұрдәулет, сұлу жап-жас келіншегіңді қайтесің дей қалды. Мақпал бұны естіп, сұлулығын қайтейін, қызғаншақтығынан күнде ажырасқым келеді ғой. Әй, сендер не білесіңдер, қызғаншақтық деген ауруға операция жасаса ғой. Өзім-ақ соны тіліп алып тастар едім. Әттең депті ғой мен сияқты бір байқұс. Күйеуінің бар, сенен де күйеуі жоқ Жанардан да, медбике Қарлығаштан да құдай-ау, осы хирургияның сырғасы бар, барлық қыздарынан қызғанып миымды жейді ғой тіпті. Менің скапелімен оның тіл өткір. Күнде бүйтіп мен реп, бүйтіп мен сояды ғой деп, қолын кескілегенді көрсетіп қойды маған. Үндемейтін осы Жанар Бекеновнадай адам керек. Ай еркектер, өзінің де бір бәлең бар шығар қызғанатын. Бір негіз болған ғой, о баста негізсіз ешнәрсе болмайды деп Мақпал әрі әкетті. Жанар бұл әзілдерге не деп жауап беруді орынсыз санады. Рас, бүгін бастық босатып тұрғанда үйге барып демалып алайын деген оймен тездетіп, қолына ұжымы берген гүлін ұстап, киініп сыртқа шықты. Менің тұрмысқа шығу мәселем кәдімгідей күн тәртібіне қаралады ғой. Неге бүйтті екен? Бәрі бүгінде бойлады. Үйге келген соң гүлді вазадағы суға қойып жатып Жанар. Ана Мақпалды айтсайшы. Бір негіз болған ғой о баста деді. Менің де тұрмысқа шықпауыма негіз барын, жанымның ешкім білмейтін құпиясын қайдан білсін бәрі. Түрмеге түссем не болар еді? Тағдырым, тұрмысқа шығу керек. Ұрпақ өсіріп, ұрпақ сүю керек дейді. Бәрі дұрыс, бәрі білгішақ. Жанар сол 1998 жылы Қызылорда медколледжінің 2-ші курсында оқып жүрген. Жасы әлі 18-ге де толған жоқ. Кітапханадан енді шығып, 2-ші шағын ауданындағы үйіне қайтуға автобустың аялдамасына жақындай берген. Бір жеңіл қара машина тұсынан тоқтай қалды. Қарындас,
Бұрынғы Гоголь, қазіргі Қорқыт ата университет қай жерде? Айтып сілтеп жібересіз бе деді. Бір жақ кабинеттен шыққан бұйра бас жігіт. Тура алдыңыздағы көшеден солға бұрылсаңыздар тиіп тұр. Қарындас, сізге қиын болмаса келіп машинаға отырып, сол жерге дейін бірге барып көрсетіңізші. Сырттан келіп едік. Айналып таба алмай жүрміз деді жаңағы жігіт. Ақ көңілділіктің, кісіге сенгіштіктің, адалдықтың, тазалықтың қаншалықты шектеулі екенін ешкім білмейді екен ғой. Жанар еш бөтен ойсыз машинаның артқы жақ салонының ашылған есігіне тақай бергенде ішкі жақтан бір әулетті қол өзіне Жанарды тартып алды. Есік сарт етіп қалай тез ашылды да, солай сарт етіп тез жабылды. Жуан жалпақ алақан Жанардың аузын басты. Басын бір нәрсемен жапты. Жапқан нәрсенің иісі қандай еді, жаман. Адам тұншықтырады. Мен қарақшылардың қолына түстім. Олар мені зорлайды, сосын өлтіреді. Болды, Жанардың да ойы осы кезде. Неге ғана отырдым екен? Еркектің қолы сыртынан қапсыра, қысқанымен қоймай өзінен басқа ешкімнің саусағы тимеген қос анарын езгілей бастады. Жанардың шығарда жаны қалмады. Ышқынып бұлқынды. Жіберіңдер деген сөзді айтып жатыр. Бірақ ол сөз аузынан шығып жатпаған секілді. Мүмкін бет аузын байлаған матада Жанар білмейтін дәрі бар ма? Жанар осыны ойлағаннан біледі. Басқасын білмеді. Жанар бір уақытта көзін ашты. Денесі зіл басқан ауыр. Қозғалтпайды. Киіз үйде. Жазылған диванның үстінде. Түңілік ашық, тірі. Қасында бір еркек қорылдап жатыр. Бүйтіп тірі қалғаным құрсын. Бұдан да мені өлтіргендер дұрыс еді. Бар қазынасынан, пәктігінен айырылғанын білді. Екі аяғын біріне бір қоса алмайды. Аяғы да екі қарыда қарысып қалған сынды. Үстінде ұлпа жоқ. Жалаңаш қалыпта. Бұл кейпі өзін мүлде шошытты. Жалмажан киімін іздегендей болып еді. Құлағы шыңылдап басы айналып кетті. Менің тұруым керек, мезгіл қай мезгіл, қашуым керек. Әзірге аяқ қолым боста. Бұл жерден тезірек құтылуым керек болды. Жанардан бірден ойлағаны. Тұрғысы келді, тағы да басы айналды. Енді жатып жан-жағына көз жүгіртті. Киіз үйде жерде босаға жақта бір адамның қорылы естіледі. Көзі бұлдырап жетпеді. Сандық емес, мүмкін кебеже үстіме. Тізілген арақтар тұр. Еті бар табақ көрінгендей болды ма? Жанардың тағы көзі көрмей басы айналды. Ең болмаса бір жерге су табылса ғой. Түре келіп жаңағы арақ тұрған жерге жақындады. Тағы да басы айналды. Жерге құлап түсті. Құлағанда құлағы жерге тиді. Алыстан иттің шәуілдеген үні естілді. Орнынан екпектеп тағы жылжығанда тізесі бір пластикалық құтыға тиді. Ойпырмай, ішінде суы бар құты екен. Тығындаулы. Сол тығынды бұрап ашалса ішенді. Саусағында әл жоқ. Тіспен бұрады ашылмады. Ындыны кеуіп мүлде әлсіріп барады. Бір кезде ашылды. Жанар қылқылдатып жұта бастады. Су ішкен сайын көз алдының кіркеулдегені кетіп, басының ауырғаны азая бастаған секілді болды. Құмары қанғанша ішті. Диванда өзімен қатар жатқан еркек мүлде ересек адамға ұқсайды. Екеуі де қорылға басқан. Жанар орнынан тұрып көрді. Санасы енден орнына келе бастағандай. Киімім қайда екен? Өз жатқан жерде әбден жыртылған. Үстіне қайыра киетін киім емес. Дивандағы еркектің бас жағында бір көйлек көрді. Ер адамның көйлегі. Жанар денесіне кигенде ол тізесіне дейін жетті. Таң енді қылаң атып келеді. Аяғына киетін еш нәрсе жоқ, жалаң аяқ. Киіз үй есігі қаусырылмаған, ашық. Жаймен сыртқа қарады. Бөтен біреу көріп қалса қайтадан орнына жата қалмақшы болды. Жаңағы су толы құтыны қолына алды. Жанар өз сөмкесін іздеді. Зачет кітапшасы бар, сөмке қайда? Киіз үйден сыртқа шыға бергенде бір ала мысық мияулап тура алдын кесті. Жанар тағы шегінді. Маңайдың бәрі жейде, қалың ағаш, екі жеңіл машина көрінді. Қайсысы кешегі өзін алып қашқан машина? Жанардың ала көлеңкеде көзі жетпеді. Жанар енді байқады. Бұл жерден әрірек бірнеше киіз үйлердің төбесі көрінді. Аяғына шөңгелер кіріп жүргізбейді. Ешкім тұрмаса екен, ешкім оянбаса екен деп машинаның біріне жақындап қарады. Кешегі бұйра бас жігіт шалқайып машинада ұйқыны соғып жатыр. Жанар қайыра киіз үй жаққа адымдады. Қолына бір қару алмақшы. Табақтың қасында пышақ болу керек қой. Жоқ, табақтың қасында еш пышақ жоқ. Жанардың есіне енді түсті. Кеше оқытушылар лабораторияға апарып медициналық құрал жабдықтармен таныстырған. Жанар оқытушы көрсеткен жылтырақ іші жағы пышақтың жүзіндей өткір бір скальпельді ұстап көріп тұрып, сол күйінше орнына қоюды ұмытып кетіпті. Ертең апарып қоямын деп сөмкеге салған есіне түсті. Қайыра машинаға келді. Екі жақтағы есік айқара ашық. Жанардың аяқ киімі де төменде жатыр. Мені аяқ киімсіз анау үйге қалай өз аяғымен барғанмын. Ал сөмкесі алдыңғы орындықта. Шамасы есі шалапла Жанарды кім болса да көтеріп алып кеткені болды.
Сөмкесін қолына алған Жанар тез ашып скапельді қолына ұстады. Енді ешкімді аяқысы жоқ. Таң болса анық жарықтана бастады. Киіз үйлердің бірінен иттер үрді, бірінен бұзау мөңіреді. Қазір малшылар тұрады. Қолындағы скапельді шалқасынан қаннен қаперіш жатқан жігіттің тамағына аямай сүңгітті. Шапшыған қан машинаның төбесіне атқылады. Кинода көргендері де бар еді, дәл сондай болды. Жанар өзін қорлаған еркектердің әр мүшесін кескілеп бөлуге бар. Киіз үйге кірді. Қорылға басқан дивандағы ересек еркек төменде босаға жақтағы екінші еркекті де дәл осылай скапельдің жүзімен тамақтан ұрды. Жүрегі мүлде жеңілдеп қалды. Дәл қазір мені ұстап алып түрмеге қамаса да еш өкінбеймін деді сосын ішінен. Киіз үйдің сыртына шықты. Әлгі тыпыреткен жан баласы жоқ. Жанар қалың жиденің арасына көпке дейін қалай қайда жүрерін білмей адасты. Дарияның жағасына да шықтау. Енді адаспаспын деп ойлады. Жүзуді жас кезінен білетін Жанар Дарияның арғы жақ ебін көзін шалды. Бұл жерден тек Дария ғана құтқарады. Қай жерде тұрғанын, қалай жолға шығудың ретін білмеді. Үсті болса жалаңаш, тор көйлектен басқа лыпа жоқ. Өлсем өлемін, өлмесем арғы бетте осы жерден шығамын деп Жанар мойнына сөмкесін іліп Дарияға жақа барды. Көп жүзме, аз жүзме, Жанар Дарияның тұңғынық ағысының өзінде әбден әлсіреп шаршады. Түндегі көрген зорлығы бар, денесі дене емес, жаныс тақтай сияқты икемге келмейді. Ит жүзсе де салды. Құлаштап та көрді, шалқалап та көрді, бірақ аяғы да қолы да зілдей болып ауыр өзіне бағынбай қойды. Жанардың байқауынша Дария өз тұңғиығына тереңдеп алып бара жатқандай көрінді. Қайта-қайта аузына су кетіп қала берді. Басын судан көтергісі келеді, бірақ әл жоқ. Алыстан біреудің талып шыққан даусы ма, өзінің су толып кеткен құлағындағы бір дыбыс па, бір нәрсе естіледі. Менің бұл ақырғы сәтім болар деді Жанар. Жоқ, ақырғы сәт емес екен, көре жарығы бар болып шықты. Біреу қолынан тартып қайыққа салды. Ет бетінен жатқызып ішке кеткен суын құсқызды. Жанар көзін аша алмады. Құтқарушы бетін шапалақтап, қане аш көзіңді аш дей береді бұйрықпен. Жанар көзін ашалар емес, қатты шаршағандықтан немесе әлі болмағандықтан шығар, көзіне ұйық тірелгендей кірпігін қозғалта алмады. Алғашқыда алыстан естілген дауыс енді жақыннан шыққандай болды. Жанар кірпігін қозғалтып көзін ашты. Құтқарушы қатты қуанды. Тірілдің. Енді жақсы болды. Туы қорыққанымдай мүлде. Соншама қайықпен жүзіп жеткенімде көмектесе алмай өлтіріп алдым ба деп қорқып едім. Көзіңді аштым деді құтқарушы қолындағы ескегін құлаштай сермеп. Жанардың үстінде құтқарушы жылынсын деген болу керек. Өзінің футболкасын жапты. Күн көзі біраз шығыпты. Бірақ Дария әлде салқын. Жанар дірілдеп жаурап тісіне тимей қалшылдана бастады. Құтқарушы оның бетіне қайта-қайта үңіліп кеудесін тыңдап қояды. Ләм-мим деп тіл қатпай ескегін құлаштап сермей берді. Апа деп дауыстады құтқарушы иығындағы қызды үйге көтеріп келе жатып. Тездетіп от жақшы, мына қыз әйтпесе өледі. Дариядан бір батып бір шығып қалқып жүргеннен тауып алдым. Дария құлаған ба, жоқ біреу құлатып тастаған ба білмеймін. Әйтеуір тірі. Ойбай құдай, не дейді құлыным-ау, қазір балам, қазір деп Шайкүл апа қалбалақтап қараша үйдің ішінде сексеуілді лапылдатып жағып, шетіне көрпеше төсеп оған Жанарда келді. Аяқ қолы көк көмбек. Сорлының жаны жоқ сияқты. Әй, Жомарт қайдасың? Кел бері, ысқыла. Мен ыстық шай әкелейін. Шала жансар ес білетін Жанар Жомарт дегенде естіп қалды. Бір жұмсақ алақан сірескен аяқ қолын сықылай берді. Қызым-ай, көзіңді аш жаным. Мына бір шайден бір ұртташ ішіңе жылу барсын деп әйел дауыс Жанардың иығын көтерді. Жанар ішті. Қане қызым, тағы ұртта, тәуір боласың. Жанар тағы ұрттағандай болды. Бір ұйқы басып тұр, көзін жұмып ұйықтағысы келеді. Қасындағылар оған мүмкіндік бермей жатыр. Апа, майда ысытшы, қойдың майынше. Ысқылайық, кеудесін сен ысқыла, аяғын мен ысқылайын деді құтқарушы. Көп ұзамай екі жақтан жып-жылы маймен ысқыланғанын болу керек. Жанардың қалшылдаған денесі құрыс-тырыстан жазылып балбырап сала берді. Маңдайы да жіпсігендей болды. Үстіне қалың көрпе жабылды. Сорлығы шамалы демін алсын. Біреуге суға тастап жіберген болу керек. Үстінде ұлпа жоқ қой. Кигені еркек көйлек. Өз көйлек емес, менімше бұл қыз бір жерден қашып шыққан. Мен дүрбімен қарасам біреу суға батып шығып келе жатыр. Қайықты солай қарай бұрып, естім келіп жетіп болсамшы. Бір кезде суға батып кетеді, қайта шығады, жеттім-ау ақыры. Ішіне көп су кетіп қалыпты, құсқыздым. Бала шешесіне оқиғаны айтып отыр. Егерде Дарияның арғы жағынан құласа, онда қай ауылдан болады сонда? Ол жақта ауыл алыс қой, ана дачалар бар ғой апа. Бастықтардың дачасы ше. Ендеше солардың бір бәле басы бар. Құтырғандар кім біледі, бәлесінен Аллах. Мына қыз өзіне келсін. Ешкімге еш нәрсе демейік. Қалада ма басқа жақта тұра ма білейік.
Жарықтығым-ай, сүйкімді қыз, әке-шешесі деп ішкендері ірің болды бұл күндері. Апарып жеткізіп сал, ешкім көрмесін, білмесін. Сол дұрыс балам, жан-жағымыз тыныш болсын. Жанар сол жатқаннан түстен кейін ғана тұрды. Көз алды ісіп кетіп, Жомарттың анасы Шайгүл апа ыстық нан жауып сорпа ішкізіп лапша істеп дайын отырған. Құдайың бар екен, айналайын, аман қалдың, енді бар ғой. Мына ыстық шай іш, ішіңе тамақ болсын, лапша іш, әлденіп ал. Қаймақта бар, бәрі бар. Қалағаныңды іш өзің, деді елпілдей. Жанарға бұл апай қатты ұнады, басын тек изей берді. Ішемін ғой деген еді. Шайды да тамақты да ішті. Апа бұл қай жер еді, деді сосын. Мына жер ғой, қаладан қашық емес. Қалалықсың ба? Қала тиіп тұр. Бөгеттің бергі беті ғой. Жазда қоңыр күзге дейін азын-аулақ малымызды осы жерде ұстап, қыста қалада боламыз. Мені құтқарған сіздің балаңыз ба? Ол қайда қазір, апай, деді Жанар. Иә, менің балам Жомарт қой. Күнде ертең мен таңертең қайықпен балық аулайтын әдеті бар. Сенің өмірің ұзақ болады екен. Егер Жомарт балық аулауға шықпаса, дүрбісімен сені көрмесе қиын болады екен жағдайың, қызым. Бағана таңертең қатты қорықтым сені көргенде. Енді бәрі дұрыс болады, қызым. Қазір Жомартжан келеді, деді Шайгүл. Бұдан әр Жанардан ештеңе сұрамастан. Қалада немере қызым бар. Осында келіп тұрады демалыс күндері. Мына киім соныкі. Қазір қыздар шалбар киіп жүреді ғой. Шалбар мен кофта. Саған шақ болып қалар. Үстіңе соны киіп ал, ұялма. Қаладан шығарсың, иә? Жомартжан сені апарып тастайды. Иә, апа, мен қаладанмын. Апа, бұл жақсылықты ұмытпайын ешқашанда, деп жауап қатты Жанар. Көзіне бұршақтап жас төгілді. Оны көрсетпей теріс бұрылды. Байыған қазақтардың еріккен кезінде қыздар ұстап алып саяжайда жасайтын зорлықтарын сол маңайдағылардың көбісі сезеді екен. Сезсе тұрса да зиян тиіп кетіп жүрер ме деп үндемеген. Ал жалпы көпшілік байкештердің бұл сорақ қылықтарының хабарсыз болған. 3 адамның өлімі отбасыларына, туған туыстарына ғана белгілі болды. Қаланың қалың көпшілігіне жарияда етілмеді. Бұқаралық ақпарат құралдарының, телеарналардың журналистері бұған шу көтеріп қалам тартпады. Туған туыстарды қаншерді табамыз деп тергеуді кінәлады. Жанар бір күн бір түн үйде болған жайын совхозда бір қыздың туған күні болып, содан ол жақта ауырып жете алмайдың деп әке-шешесін сендірді. Әкесі бекен Жанарға алғашқыда ескертіп кетпегенін көрген сықылық деп балап қатты ұрысты. Содан кейін қызының түр әлпетін көріп, ауырып қалғанын көріп өбектей бастады. Сабаққа әзірге бармай тұруға кеңес берді. Жанардың зачет кітапшасы бар, скапель бар, сөмкесі дария ағысында бір батып бір шығып жүргенде мойнынан шығып кеткен. Зачет кітапшасын жоғалту да жақсы болмады. Оны қайыра алу оңайға соқпасы белгілі. Бір апта сабаққа қатыспаған күндерде Жанар өзіне жоспар құрды. Онысы осы қаланың білікті әйелдер дәрігеріне көрініп екіқабат болып қалу қаупінен сақтану. Бұның және шешесіне таныстарымен бірге оқитын қыздарға білдірмеу. Барынша құпия ұстау. 1,5 айдан кейін бұл мәселе ауыр шешілді. Дәрігер Жанарға дәл қазір емделмесе, болашақ ана болудың екіталы екеніне күмән келтірді. Жатыр мойны қатты жыртылып зақымға ұшыраған, инфекциялық қауіп төніп тұрғанын хабарлады. 18-де бір гүлі ашылмаған Жанар зорлықшылардың сол әрекеттерінен көп зардап шегіп ұзақ емделді. Алда көрер бақытын мүлде жоғалтып ала жаздады. 20 жасында Жанар Қызылорда колледжін қызыл дипломмен бітіріп, Ақтөбенің медициналық университетіне қиналмай оқуға түсті. 6 жыл мұнда да кеште ауруханада жұмыс істеп, күндіз сабағын оқып, өзінің медицина саласында білікті маман екендігін көрсетті. Міне енді оқу бітіре сала облыстық аурухананың өзінде қызмет еткеніне 7 жыл толып отырған осы. Көктей солған, гүлдей сезінген Жанар жеке басының бақытын ойлау, тұрмыс құру, тіпті балалы болды. Шынында айтқанда, менің болашағыма керек-ау деп мән бермепті де. Бастық берген 2 күн демалысын бір жақсы өткізгісі келіп, Жанар шаштаразға барып, желкеден қиылған шашын өзге түске боятты. Қою қарақасын тергізіп жіңішкелетті, тырнағын боятып, бетіне де косметологтардың ұсынысымен әрлендіретін маска жақты. Қысқасы, басқа елдердің апта сайын өздеріне жасайтын барлық сұлулық күтімін Жанар бүгін өзіне жасап көрді. Келген кезіңізден сіз анағұрлым жасардыңыз, тіпті өзіңізге мүлде ұқсамай кеттіңіз. Нағыз сұлу болдыңыз, деді шаштаразшы. Жанарға жапа тармағай сүйсініс білдірді. Нанбасаңыз, міне өзіңіз қараңызшы айнаға. Жанар ол айтылғандарға елп ете қалып айнаға қарамады. Қызмет ақысын төлеп сыпайы қалыппен қыздарға рахмет айтып шығып кетті. Мен білем, бұл дәрігер хирург, жақсы хирург. Ағам мотоциклмен машинаға соқтығысып, авария жасалғанда өлім аузынан алып қалған, деді. Бірі-бірі сыртынан танитындығын білдіріп. Мен де білем, шешемнің соқыр ішегі асқынып кетіп өлімші болып ауруханаға түскен. Осы кісі жасады ғой операцияны, аман қалды.
тұрмыс құрмаған дейді. Иә, өзі жақсы хирург деді екіншісі. Жанар демалыс алған бірінші күні сәтті өткеніне риза болып телеарнаға қарап бір жақсы фильм болса көрмекке креслоға жайғасып отыра берген. Үйдің телефонын шыр ете қалып Жанар көтерді. Ар жағында Әлжапар Жағбаровичтің дыбысы. Аман жоқ, саулық жоқ. Жанар, саған машина кетті, тез жет, мен саған керексің. 3 адам түсті, үшеуі де ауыр, тез жинала бер деп трубканы қоя салды. Бастығының сыры Жанарға мәлім, анау-мынауға абыржымайды. Дөкей бастықтар сыртында тұрса қарадан қарай өстіп қысылатыны бар. Әйтпесе Жанарды шақыратындай не болыпты. Өзгелерде жетеді. 2 күн демалыс бере салып қайтадан шақыртқан несі мүмкін, мен бұл қаладан басқа жаққа кетіп те қалған шығармын деп іштей көбірлеп жүріп Жанар әдеттегіден тез киініп сырттағы өзіне келген машинаға отырды. Біреу әйел, екіншісі жігіт, үшіншісі бозбала студент. Машина рулінде әйел болған. КамАЗ машинасына қақтығысыпты. Қала шетінде КамАЗдың шопыры дөңгелек астына түсе жаздап, жеңіл машинаны құтқарам деп кілт бұрғанда КамАЗдың өз биік тас жолдан аударылып, ана бейшара ауруханаға жетпей қайтыс болыпты. Рөлдегі әйелде қазір нашар дейді, деді жолай келе жатқан машина жүргізушісі. Жанар 2 күннің бірінде осындай оқиғалардан апатқа ұшырағандарға операция жасай үйреншікті қалпын ештеңеге көңіл аударған жоқ. Өз ойымен өзі келеді. Неменеге мені шақыртыпты, басқаларда бар ғой. 2 күн демалыс берген маған, деді Жанар селқостығын байқатып. Бұлар Астанада отырған бір дөкейдің туысқандары дейді, сол ғой. Солар телефон шалыпты бас дәрігерге. Өздері ертең келетін көрінеді ұшақпен Ақтөбеге. Солай десеш, бәсеу. Әлжапар Жағбаровичтің дауыс қалтырап шығып тұр. Солай деді жүргізушісі. Жанарға операцияға ер адам тапсырылды. 4 қабырғасы, оған қоса жамбас сүйегі сынған. Миына зақым келген. Операция 4 сағатқа созылды. Жанар ішінен жаратушыға сыйынып бар күшін салды. Сәтті бітірді. Басқа хирургтер де өз жұмыстарын сәтті аяқтап шықты. Әлжапар Жағбарович болса операциядан шыға сала шырылдаған телефонға жауап беруден босар емес. Облыстық аурухананың бас дәрігері де мазасыз кісі. Жоғарыда аналар звондаған сайын оның да жаны қалмай бас хирургті не болды, бітті ме деп, алдағылардың жағдайлар қалай, тірі қалатындай ма деумен дамыл таппауда. Так дұрыс болды деймін. Әзірге Жанар, сен үйге қайтпайсың, өз жасаған ауруына өзіне есін. Қасында кезекші боласың, Серік, сен де солай қайтпайсың. Өз ауруыңа өзің жауап берерсің. Қасында общым түнейсің. Мен де өз аурумның қасында болам. Бастық та осында өз кабинетінде отыр. Бәріміз де ауруханамыздың имиджін сақтап қалуымыз керек. Ертең облыс әкімі сосын Астанадан аурулардың туысқаны келеді бізге, деді Әлжапар Жағбарович. Ординатор кабинетінде отырып хирургтерге. Таң атуға 3 сағат қалыпты ғой. Бәрін аяғына дейін тындырайық, айтпақшы. Қан қайда қан? Құюға керек болады, запаста тұрсын. Күткен ертеңінде болды. Аурухананың барлық бөлім қызметкерлері 2 аяқтарынан тік тұрды. Облыстық аурухананың бас дәрігері Қанат Ыбыраев бастаған тобы облыс әкімі қасында бөтен тағы 2 кісі алдымен хирургия бөліміне келді. Хирургтармен амандасты. Жан сақтау бөлімінде кешегі операция жасалған адамдарға кірді. Енді қауіп жоқ, бәрі артта, 2 күннен кейін палатаға шығарамыз, деді. Әлжапар Жағбарович келген кісілерге бәйік болуда. Біздің арамыздағы әйел хирург Жанар Бекенқызы Төлеген Әбілтайұлы. Содан соң өзіміз операциядан кейін түнмен күзетте болдық. Бәр дұрыс енді дей бергенде сырттан келген қонақтардың ішінен көзіне көз ілдіріп киген бір жігіт Жанарға ерекше көңіл бөліп, мен сізді бір жерден көрген сияқтымын, бірақ есіме түсіре алмай тұрмын, деді. Жанар бір түрлі болды. Мені қайдан көруі мүмкін, бірақ үндемей қалуды жөн көрмей, жеріміз кең ғой дей салды. Жанар Бекенқызы біздің маңайда ұстар хирургымыз, қиын операциялар жасайды, қол жеңіл, менің бас көмекшім, деді Жағбаров. Екінші үстелдегі Абзал Молдажаровқа түнде операция жасаған Жанар Бекеновна. Сол Молдажаров менің туған ағам. Мен Жомарт Молдажаров оның інісімін. Сәуле Молдажарова менің жеңгем. Айтбек Молдажаров ағамның баласыным. Осы қалада жеңгемнің сіңлісі тұрмысқа шығатын болып тойға келе жатқан ғой. Ұшақпен ақ келетін кісілер. Жеңгем қазақ далада машина айдағанды жақсы көреді. Солай машинамен шыққан, көрдіңіздер ғой енді. Бір үй құрылып қала жаздады, шүкір енді. Алдымен жаратушыға, содан соң сіздерге рахмет, деді жігіт. Жанар Жомарт Молдажаров дегенде келген қонаққа жалт қарады. Ох, баяғы Жомарт болса ше, мені Дариядағы ағыстан құтқарған, бірақ олар Қызылордада еді ғой. Жанар жалт қарағанда сыртынан сүйсініп тұрған Жомарт та жалт қарады. 2 көздің қарашығы бір-бірімен бір сәтте түйісіп кетті. Жанар жүзін бұрып әкетті. Енді сіздер боссыздар, жұмыс орындарыңа бара беріңіздер, деді Жағбаров. Хирургтер тұрған жерден босатты. Арада бір апта өтті. Жол апатына ұшырағандар емді Астанадан жалғастыруға ұшақпен Астанаға шығарып салды. Жанар сол күні үйге келген соң баяғы бозбала Жомартты есіне алды. Шешесі де өзі де жақсы адамдар еді.
Менен неғып дария ағысында болдың? Бұл жағдайға не себеп деп бір сұрақ қоймай күтіп шығарып салдау. Неткен керемет адамдар еді. Сол Жомарт бекен жоқ басқа аттас біреу ме? Маған неғып күлімсіреп қарады. Ол жігіт қазір үйлі баранты шығар деген ойлармен көпке дейін ұйықтай алмады. Осы оқиғадан соң енді 3 күн өткенде Жанардың пәтеріне кешкі мезгілде есіктен қоңырау соғылды. Жанар көршілердің бірі болар деп ойланбастан есікті ашты. Қолында үлкен бір корзина гүлі бар. Жомарт дәл есік алдында тұр. Сұрамайсың ба, бұл кім деп? Қауіпсіздік сақтау қайда? Жалғыз басты қызға өстуге бола ма деп, сосын әрі өзімсіне әрі көптен сөйлеп жүргендей еркін тіл қатты. Ішке кіруге бола ма? Жанар қатты қуанып кетті және ойламаған жерден не айтарын білмей сасқалақтап қалды. Мен сені таптым ақыры, қанша жыл іздедім, қанша жыл Құдайдан сен кездестір деп сұрадым. Ағам мен жеңгемнің, інімнің апаты өкініш әрине, бірақ сол апат арқылы сені тапқаным қуаныш. Өмір деген міне осы Жанар, әрдайым алмасып тұрады деді ол. Ішке кірген соң корзина гүлді еденге қойып, Жанарға құшағын жая. Жанар өзі де білмеді. Тартыныстан жайылған құшаққа бар денесімен көміле кетті. Жомарттың кеудесіне басын қойған сол еді. Көзінен жас тоқтамай төгіле берді. Жанар бұл көз жасымен өз тағдырының құпия сырын сен түсіндің бе деп шағынып тұрағандай болды Жомартқа. Екеуі жарты сағат, жоқ 1 сағат шығар босағада құшақтасқан күйі көп тұрды. Көзінің мөлтілдеген жасынан сүйіп тұрып Жомарт, ал айтшы хабарласам деді. Неге хабарласпадың? 14 жыл болыпты міне. Кінәлімін еді Жанар, кінәлімін. Сен білмейсің ғой, бұған себеп барын. Мен кінәлімін. Кінәсізсің сен деді Жомарт, сөзін кілт бөліп. Кінәсізсің. Мен солай қабылдаймын. Сен мен үшін батырсың. Сен мен үшін ерсің. Сен мен үшін пәксің. Сен мен үшін тазасың. Сен мен үшін адалсың. Мен сенің жан құпияңның бәрін білем. Сен және мен екеуміз ғана білеміз. Сенесің бе Жанар жаным? Уақыт өтті ғой, бәрін енді ұмыт. Жаның жараланбасын. Мен енді сенің қасында боламын. Аман қалдың ғой дариядағы тұңғиықтан. Тағдыр мен саған құтқарсын деп жолықтырды. Өмірде ешқандай кездейсоқтық жоқ. Бұдан да былай мен сенің құтқарушың, қорғаның болам. Жанар қолына кісен салынардай дірілдеп кетті. Мен жаңағы сөздің бәрін тектен-текке айтқаным жоқ. Бәрін білген соң айттым. Сенің құпияң менде ғана. Сен қалай ішіңе сақтасаң, мен де сақтап келемін. Жомарт Жанарды бауырына тартып құшақтап бетінен маңдайынан сүйіп дірілін басты. Сөзін жалғастырды. Сені қалаға әкеп тастаған соң мен тыныш таппадым. Сенің зорлық көргенің белгіледі. Шынын айтқанда сол адамдарды тауып өз қолмен өлтіргім келді. Сөйтіп қайықпен кешке арғы жағалауға шықтым. Арғы беттегі саяжайларға өттім. Сөйтсем ол жердегі адамдарда зәре жоқ. Түнде 3 адамды біреулер бауыздап кетіп деп бір-бірімен сыбырласып жүр. Өлген адамдардың кімдер екенін анықтап сұрастырып білдім. Бірі ірі бизнесмен, қаладағы сауда базасының директоры болған, екіншісі базардың бастығы, үшіншісі милиция полковнигі. Арасында наркодиспансердің дәрігері бар. Олар жас қыздарды машинамен ұрлайды. Қыздарға есінен шатастыратын дәрігер екен. Олар талай қыздар түнде ұрлап зорлық жасайтын болды. Міне үшеуін бірдей кім өлтірді деген сұрақ туады. Зәбір көруші өлтіреді әрине. Не соның ең жақын адам өлтіреді. Сенің сол күн дарияға өлу үшін құлауың да мүмкін, немесе олардан қашып шығу үшін де құлауың мүмкін ғой. Менің логикам осыған жетті. Есіңде ме, біз апам екеуміз сенен ештеңе сұрамадық. Сені қалаға кірер-бер саялдамаға шығарып салған соң мен кетіп қалғандай болдым да артыңнан жасырынып жүріп отырдым. Сен кірген қақпаны көрдім. Одан соң бірнеше күн сыртыңнан біреулер із кесіп жүрген жоқ па? Аулада отырған болып аңдыдым. Сенің зәбірлеп жүрегіңнің енді ешкімге ашылмайтынын білдім. Жан жарас жазылар уақытты күттім. Сөйтіп жүргенде мен Қарағандыға милиция мектебіне оқуға түстім. Оны бітірдім, әскерде болдым 2 жыл жай қызметте, содан кейін ішкі істер министрлігіне қызметке ауыстым. Қазір сондамын, үйім бар, анам қасымда. Сенен көз жазып қалдым, фамилияны ауыстырыпсың. Ал өзің анама келемін деп уәде беріп бір ретте келмедің. Қызылордада мекен жайыңды айтып қолыңа жазып беріп едік қой, есіңде ме? Бүтін бір тарихты өткергендейміз деді Жанар күрсініп өзіне келген соң. Өткерген несі тағы? Біз енді жаңа тарихты бастаймыз. Апам сен қашан келеді деп күтіп отыр. Өткенде сені көрген соң апама дереу телефон соғып сені көрдім деп сүйінші сұрадым. Ағама өз қолымен операция жасап аман алып қалғаныңды айттым. Сен жайлы толық ақпаратты Әлжапар Жағыпаровичтен сұрап алдым. Ал өзіңе келетінімді сенен құпия ұстадым. Мен саған арнайы келдім және сені Астанаға бір жолата алып кетуге келдім. Үйленеміз. Ертең қызметіңе өтініш бересің деді Жомарт кесімді шешіммен айтып. Ертеңіне Жомарт пен Жанар облыстық аурухананың хирургия бөліміне бірге келді. Жанардың бүгін ерекше киген киімін, шашын боятып, әсемденген келбетті түрін қасына ертіп келген сымбатты астаналық дөкей жігіт көріп, ұжымдағылар аузын ашып қалды.
Әлжапар Жағыпарович, деді Жанар күлімсіреп. Өткенде менің туған күнімде отбасын құруды, қасыма жақсы күйеу жігіт ертіп жүруді тапсырып едіңіз ғой. Әр кезде сіздің тапсырмаңызды бұлжытпай орындайтынымызды білесіз. Мен өтініш беруге келдім. Тұрмысқа шығамын. Не дейді мына қыз? То есть Жанар Бекеновна сразу решает